Адамның ойы айналадағы кеңістіктен, яғни әлемнен келеді екен. Адамдар көбінесе өзінің негативті ойларына өзін кінәлап жазғырады. Бұл дұрыс емес. Сіздің жаман ойларыңызға сіздің ешқандай кінәңіз жоқ. Сіз себеп емессіз бұл ойларға. Адам ойды тек қана таңдайды екен. Айналада ойлар көп кеңістікте ұшып жүрген кезде адам сигнал, антенна, радио толқынның антеннасы сияқты сигналды ұстап отырады. Яғни сіз тек қана ойды таңдайсыз. Ой деген жүйрік келіп кетеді. Адамның ойына күніне 70 000 түрлі ой келеді. Енді сіздің мақсат осы келген ойларды бақылау, оған сезім бермеу. Егер сіз сезім берсеңіз, ойыңызға сеніп қалдыңыз, жаман ойды таңдап алдыңыз деген сөз. Ал ойларды жіберіп жатқан сонда кім деген сұрақ туындауы мүмкін. Ойлар ескі тәжірибелерден, балалық сценарийлерден, сана жап-жас, сана дамымаған, яғни сана жаңа кезде өмірде болған, қатты әсер еткен, эмоция тудырған ситуациялардың әсерінен қалып қалған тәжірибелерден болады. Ойға сезім бермеу басты мақсат. Егер сіз ойыңызды тек қана бақылайтын болсаңыз, жақсы ойларды таңдап отыратын болсаңыз, сіз өміріңізді басқарасыз. Ойды басқару деген өмірді басқару. Ал ойды қалай басқарам деген сұрақтың жауабы біреу ғана. Оны таңдау керек, және де жақсы ойларға ғана сезім беру керек. Жаман ойларға сезім бермеңіз. Сол кезде ой сізді емес, сіз ойды басқарасыз.